Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Мен сіздерді жаңа жылдарыңызбен құттықтаймын. Және мен сіздерге осындай жаңа жылдық дастарханымыздың көркін ашатын, өте керемет болып шығатын елочка деген торттың рецептісімен бөлісетін боламын. Жасалу жолы өте оңай. Қажетті заттарды описанияға қалдырып кетемін. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқамызды саламыз. Оның үстінен құмшекерімізді салып, миксерменен 1-2 минуттай миксерлеп аламыз. Оның үстінен сұйық майымызды құямыз. Және 1 чайный ложка ванилинімізді салып, жақсылап араластырамыз. Оның үстінен қайнап тұрған ыстық суымызды құямыз. Миксермен жақсылап араластырамыз. Келесі құрғақ ингредиенттерімізді араластырамыз. Ұнымызға ванилинімізді және 1 қасық содамызды салып, ситадан бөліп өткізіп, миксермен араластырамыз. Ұнымызды бірден салып жіберуге болмайды. Бізде осындай масса пайда болуы қажет. Қараңыздар, достар, өте нәзік қамыр пайда болды. Пергамент қағазымызға дайын болған қамырымызды құйып, осылай бір тегіс етіп жайып аламыз. Алдын ала қызып тұрған пешімізде 250 градуста 15 минут пісіріп аламыз. Біздің коржы пісіп шығам дегенше кремін дайындауға кірісейік. Сливкемізге құмшекерімізді салып, 1 минут миксерлеп аламыз. Оның үстіне творожный сырымызды салып, миксермен жақсылап бір келкі масса болғанша, өзінің формасын ұстап тұрғанынша миксерлейміз. 5 минуттай уақытыңыз кетеді араластыруға. Бізде осындай крем пайда болды. Өзінің формасын ұстап тұр. Біздің креміміз дайын. Енді оның үстінен осылай жасыл краскамызды қосамыз. Сұйық краска қоссаңыздар да, немесе құрғақ краска қоссаңыздар да болады. Біздің коржымыз пісіп шықты. Енді өзімізге керек формаларды кесіп аламыз. Осылай әртүрлі көлемде етіп, томалақ етіп кесіп аламыз. Менің корждарым дайын, енді тортымызды жинауға кірісейік. Ыдысымызға кішкене ғана кремді жағып, үстінен коржымызды орналастырамыз. Астындағы кішкене креміміз коржымыздың жылжып кетпеуіне көмектесіп тұрады. Енді осылай кремдерімізді жағып, орналастырып шығамыз. Осылай бір жағына жасыл крем, келесі бетіне ақ кремді жағып, пайдаландым. Мен өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша жасасаңыздар болады. Қыздар, біздің тортымыз орнынан жылжып кетпеу үшін және корждарымыз құлап кетпеу үшін осылай тортымыздың көлемімен бірдей етіп шпажканы 2 жерінен тығып қоюымыз қажет, немесе тортымыз жылжып құлап кетеді. Келесі қалған кремдерімізді жан-жағына осылай бір тегіс етіп жағып шығамыз. Достар, осы тортты жасап, дастарханыңыздың көркін аштыратын, жаңа жылдық столдың ең ерекше болып хит болатын торттың түрі, міндетті түрде жасап көріңіздер. Қонақтарыңыз просто вау деп айтады, осы тортты жасап көріңіздер. Және балаларыңыз да өте қатты қуанып қалады. Себебі түрі осындай өте керемет, кәдімгі елка тәрізді болып шығатын торт. Осындай ирек насатканы пайдалана отырып, елкамызды осылай әсемдеп шығамыз.
Достар, менің арнамда өте керемет тәтті салаттардың, тағамдардың рецептілері бар. Міндетті түрде қарауға кеңес беремін сіздерге. Менің тортым дайын. Енді осылай кондитерский посыпкамен осылай тортымды сәндеп шықтым. Сіздер өздеріңіздің қалауыңыз бойынша осылай әсемдесеңіздер болады. Қараңыздаршы достар, өте әдемі, өте керемет, ауызда еритін нәп-нәзік елка тортымыз дайын. Менің видеом ұнаса, лайк басып, комментарий жазып қойыңыздар. Сіздерді жаңа жылдарыңызбен тағы да құттықтаймын. Барлықтарыңызға ас болсын.